Логикалық сұраққа жауап беріп көр. Бүгін біз суретке қатысты логикалық сұрақтарға жауап береміз және оны талқылаймыз. Сіздер де менімен бірге осы логикалық сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Енді бірінші суретке мән беретін болсақ, екі бала су құйғыштарын ұстап өзеннен су алуға келе жатыр. Енді сұрақ, қайсысы көбірек су алады? Сіздерге уақыт берейін, жауап беріп көріңіздер. Уақыт өтті, енді талқылайық. Қолдарындағы су құйғыштарға мән беретін болсақ, екеуінің су құйғыштарының көлемдері әртүрлі, бірақ шүмектері бір деңгейде орналасқан. Демек, екеуіне қанша су құйсаң да, екеуінде бірдей көлемді су болады. Яғни үлкен ыдыстағы суға қанша су құйсаң да, ол шүмегінен асқан сайын сыртына төгіліп кетіп отыратын болады. Демек, екеуі бірдей су әкеледі деген сөз. Келесі, мына суретке мән беретін болсақ, сәудадағы кезіндегі белгілі бір үйде болып жатқан жағдай. Әкесі және баласы бар екен. Енді осыған қатысты сұрақ, ең бірінші сұрақ, қай жыл мезгілі дейді. Сіздер суретке қарап жауап беріп көріңіздер. Суретке мән беретін болсақ, ең бірінші көзге түсетіні баланың аяғындағы пима. Және де екіншісі қабырғада тұрған булық, яғни пештің қызған ауасын шығаратын саңылау. Осы екі нәрсеге мән берсек, бұл бізде қыс мезгілі екенін көрсетеді. Және де үшінші нәрсе бар, ол әрине қазір келесі сұраққа қалады. Өйткені бізде келесі сұрақ қандай ай деген сұрақ. Сіздерге 10 секунд уақыт берейін, ойланып көріңіздер. Қандай ай деген сұраққа оңай жауап беру үшін күнтізбеге мән берсек болады. Яғни күнтізбенің ең соңғы парағы тұр, демек бұл бізде желтоқсан айы деген сөз. Келесі сұрақ, бізде әкесі мен ұлынан басқа үйде тағы кім тұрады? Ойланып көріңіздер, барлық суреттерге мән беріңіздер. Бұл жерде ең бірінші көзге түсетін нәрсе, орындықтың қасында тұрған қуыршақтар. Демек, үйде тағы да бір қыз баласы бар деген сөз. Келесі сұрақ, әкесі кім болып жұмыс жасайды? Яғни әкесінің жұмыс істеп отырғанына қарап, қандай мамандық иесі екеніне жауап беруге болады. Ойланып көріңіздер. Дұрыстап мән беретін болсақ, әкесінің дәрігер екеніне көзімізді жеткізуге болады. Ол біріншіден мойнына асып алған аспабына қарап, екіншіден үстел үстіндегі, яғни балғаға қарап жауап беруге болады. Келесі сұрақ, үйде су құбыры бар ма? Ойланып көріңіздер. Енді бұл сұраққа жауап беру үшін балаға мән береміз. Ол, яғни қол жуғышқа қолын жуып жатыр, және де су құбыры жоқ екеніне қол жеткізуге болады сурет арқылы. Яғни осындай сұрақтарға жауап бердік. Бұл логикалық сұрақтарды тағы да талдаймыз. Сол үшін каналға жазыла кетіңіздер. Және де тағы да осындай көп логикалық сұрақтарға талқылау болады.